Батыс Қазақстан облысында бір топ азамат жол, құрылыс, жер мәселесіне қоғамдық бақылау жасап, қазынаға 140 миллион теңге бюджет қаражатын қайтаруға ықпал етті. Мемлекеттік сатып алу порталында заңды бұзып, тауар немесе қызметтің құнын асыра көрсеткен мердігер, мемлекеттік қызметкерлердің әрекеті әшкереленді. Заңды жеке тұлғалар сотқа беріліп, жымқырылған қазына қаржысы қайтарылды. Көп жағдайда заңсыздықтар алдын ала анықталып, бюджет қаражаты үнемделді. Қаражат әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл төлеу арқылы да өндірілді. Мәселен, ірі жол құрылысы компаниясына Барбастау, Ақжайық, Индер тас жолы құрылысындағы кемшіліктер үшін 2,5 миллион айыппұл салынды. Сондай-ақ құзырлы органдар араласуымен кадастрлық құны 511 миллион теңге, ал нарықтағы құны 3,6 миллиард теңге болатын заңсыз алынған жер телімдері мемлекетке қайтарылды. Қоғам белсенділері азаматтардың арыз шағымын да тыңдап, оларға құқықтық көмек көрсетеді. 140 миллион теңгені біз бюджетке енгізіп отырмыз. Яғни қысқаша айтатын болсақ, біз айына 3-4 миллион теңгені бюджетке енгізіп отырмыз. Біз болашақ ауылына кезінде заңсыз алып кеткен жерді осы прокуратураға жазып, жер инспекциясымен бірге алысып жүріп, осы жерді қайтардық. Қаланың жеріне еніп жатыр. Бұрынғы аудан әкімі Карим Жакуптың жері кезінде өзімді заңсыз әкім болып тұрған кезінде алған еді.